Құрметті ханымдар, құрметті қыздар, біздің үйімізде отырып, табиғи жасаратын, салонға бармайтын, уақытымызды, ақшамызды үнемдейтін үлкен мүмкіндік осы біздің фуллерен белок маскамызда. Өйткені осы таңға дейін осы фуллерен белок маскамызбен біз бүкіл тері, бас терісі, бет терісі, әжім, дақ, безеу, тіпті псориаз, денемізге шығатын әртүрлі тері аурулары қатарлы барлығына жақсы емдік нәтижесі бар. Өйткені біздің сау терімізге күнде істегенде біз нәтижесін білмей қаламыз. Ал енді ауру терілерге, жаңағы псориаз сияқты терілерге істеткенде бірден нәтижесін беріп, терімізді жақсы көмектесіп жазады. Ондай болса, бұның қасиеттеріне тоқтала кетейін. Ең кереметі осы жерде осындай суы бар. Бұл суы біздің тері түтікшемізден 10 000 есе кішкентай. Осындай белокты теріміздің терең қабатына жеткізеді. Бұл суы фуллерен. Фуллерен косметикада Нобель сыйлығын алған. Жасушалар жасартады, микробтарды өлтіреді және терінің бостығын жияды. Осы ерекшеліктеріне байланысты біздің теріміздегі болатын әртүрлі тері ауруларын емдеуі, жасушалардың жасаруы, терімізді кеспей қимай бүйтіп көтеретін мүмкіндік осы біздің белок маскамызда. Ал енді бұны қалай пайдалану туралы көптеген ханымдар сұрайды және дұрыс түсінбейді. Сондықтан біз сіздерге қалай дұрыс пайдалануды көрсетейік деп жатырмыз. Енді қарасаңыздар, біздің осы маскамыздың құрамында осындай бутылкадан 5 болады. Бұл 5-інің өзі біздің 5 рет, 30 реткі маска жасауымызға жетеді. Мына құмырасының өзі айнек ыдыстан жасалған. Біздің осы белоктарымызды 100% ауа кіргізбей толық сақтауға мүмкіндік бар. Одан кейін істеп болғаннан кейін шампундарыңызды, ішетін дәрілеріңізді салып қойсаңыздар да сол сапасын өзгертпей сақтап тұруға мүмкіндік. Ал енді осының ішіндегі біздің белок маскаларымыздың өзі осындай бет пішінде болады. Бұны енді біздің терімізге байланысты, қабылдауына байланысты 5-ге, 6-ға бөліп істетуге болады. Енді басында біздің теріміз шаршап тұрған болса, 3 күн, 5 күн қатарынан істеу керек болады. Ал енді теріңіз жақсы болса, аптасына 2 рет пайдалануға болады. Өз теріңіздің жағдайына байланысты пайдалануға болады. Ал енді қалай пайдаланамыз? Міне осы масканы біз теріміздің түтікшесі арқылы қабылдайтын болғандықтан, бұның бәрін біздің теріміз қабылдай алмайды. Сондықтан бөліп пайдаланамыз. Міне қазір осы бөлген бөлегіміздің өзін, мысалы, көзіміздің маңайында әжім бар ма, дақ бар ма, безеу бар ма, қай жерде проблема бар, осы жерге қоятын боламыз. Ал енді қойған кезде, құрметті ханымдар, біздің мына суымызды осы тұрған жерімізге міне қойдық қой, қолымыз құрғақ болу керек. Құрғақ болмаса, бұл белок жабысып қалады да түйіршіктеліп қалады. Сондықтан осылай құрғақ болады және де осылай суын шашамыз. Суын шашқаннан кейін бұл осы проблема бар жерде 30 секунд тұру керек. Көрдіңіздер ме? Міне 30 секунд тұру керек. Осыдан кейін барып, екінші бөлегін мына жерімізге, үшінші бөлегін мына жерімізге, қай бөлегі болса да бөлек-бөлек осылай жапсырамыз. Осыдан кейін біз осы маскамызды міне су жеткіліксіз болса шашып аламыз, бүкіл теріміздің барлық жеріне сіңдіріп шығамыз. Міне айналдырып сіңдіреміз. Ең кереметі мына жақтың астынан бастап, бәрін болған кезде жағымыздың астынан бастап, бүйтіп құлағымыздың түбіне дейін, көзіміздің асты, қабағымыз, маңдайымызға дейін тартып массаж жасаймыз да, 20 минут жатамыз. Өйткені біздің бұлшық етімізді бұл маска көтереді. Ал сіз көмектесуіңіз керексіз. Жатқан кезде бұлшық еттеріміздің бәрі жиналады. Бұл сол кезде жақсы тартатын болады. Егер тұрып жүретін болсаңыздар, бұлшық етіңіздің көтере алмайды, сондықтан көмектесуіңіз керек болады. Ал енді 20 минут жатқаннан кейін бұл қатып беттеріңізді жаңағы белок сияқты тартып тұрады. Ал осыдан кейін біз 20 минут, жарты сағат жатқаннан кейін таза фильтрный су болсын, крандағы су болсын, таза суды аламыз да қайтадан еземіз. Барлығын қайта сіңдіреміз. Қанша уақытыңыз бар? 1 сағатта бір істейтін болсаңыз, немесе жарты сағатта бір, қандай уақытыңыз бар, осылай езіп сіңдіре бересіз. Ең кереметі осы бөлген маскаңызды езілгендерін қалғандарын мойындарыңызға жағуға болады. Езілгеннен кейін қалғандарын қолдарыңызға жағуға болады. Сразу осы жаққан белокты бүйтіп, екі қолдарыңыз салыстыратын болсаңыздар, кәдімгідей эффектін көретін боласыздар. Сондықтан бұл маска сіздерге 30 рет немесе одан да көп рет пайдалануға жетеді. Аптасына 2 рет пайдаланасыздар. Бір істеткендеріңіз 48 сағат жұмыс істейді. Дақтарды азайтады, безеулерді кетіреді, тері ауруларын емдейді. Тіпті шашымыз түсетін болса, шаштың түбіне де жағуға болады. Шашымызда әртүрлі болатын қайызғақ немесе
баста болатын түрі жаралар болса, оған да жағуға болады. Сондықтан бұл маскамызды біздің нано микротехнологиясы, бұл жердегі белоктарымыздың өзі Жапониядан экспорт етіледі. Сондықтан бұны біз Кореяға барған кезде де осындай қылып шығаруға сұрағанбыз, кореялықтар шығара алмаған. Сондықтан бұндай ең жақсы керемет маскаларымызды пайдаланасыздар, үйлеріңізде отырып күннен күнге жасарасыздар. Осы таңға дейін біздің тек қана осы маскамызбен өте көп нәтижелеріміз бар. Сондықтан сіздер кеспей қимай үйлеріңізде отырып жасарларыңыз келсе, осы масканы пайдаланыңыздар. Біз сіздерге ұсыныс етеміз. Өйткені бұл ешкімде жоқ, және де тез нәтиже беретін, мойныңызға да, қолыңызға да, тіпті қандай тері аурулары, күйікке де барлығына да жағуға болатын ең керемет маскаларымыз. Сондықтан сіздер бізбен бірге табиғи жасару мүмкіндіктерін пайдаланыңыздар. Біз сіздерге әлемдік деңгейдегі барлық табиғи жасартудың мүмкіндіктерін, жеңілдіктерін көрсететін боламыз. Барлықтарыңызға рахмет.